Кино шолу арнасына қош келдіңіздер. Арнаға жазылып қолдау білдіріп отырыңыздар. Егер бір ғана көзқараспен кімнің кіммен жыныстық қатынас жасағанын білсең не істер едің? 2025 жылы шыққан «Линиясы» атты қазақша дубляжы жоқ корей дорамасы адамды бірден еліктіріп әкететін ерекше сюжеттік желімен ерекшеленеді. Басты кейіпкер қызыл жіптер арқылы адамдардың арасындағы жасырын байланысты көре алатын оқушы қыз. Бірақ бұл қабілет қызық емес, қауіпті құпиялар мен қылмыстарға толы әлемге жетелейді. Бәрі жай ғана көрінгенімен оқиға күрделене түседі. Драманың сюжеті өзіндік ерекшелігімен таң қалдырады. Жыныстық тәжірибені бастан өткерген барлық адамдар кенеттен оларды бұрынғы серіктестерімен байланыстыратын қызыл сызықтарды дамыта бастайды. Бұл жіптер қайдан пайда болды және неге олар басқаларға көрінді, ешкім білмейді. Бірақ бірден бір нәрсе анық, жаңа шындық кейіпкерлердің жеке өмірін түбегейлі қиындатады. Сюжет күтпеген бұрылыстарға толы. Егер драма, экшн, триллер жанрын ұнатсаңыз, міндетті түрде көріңіз. Дүниедегі адамдар кенеттен құпия, жеке ақпаратын бақылаудан айырылса ше. Мысалы, олардың бастарының үстінде олар жыныстық қатынаста болған адамдармен байланыстыратын жұмбақ қызыл сызық пайда болды. Ешкім физикалық қол тигізуге болмайтын сызықтар деп аталатын себебін білмейді. Бірақ олар қарым-қатынастың, сатқындықтың, кездейсоқ қарым-қатынастың және шойын дәлелі ретінде қызмет етеді. Әлем әлі күнге дейін қызыл сызықтардың ар жағындағы шындықты анықтаған жоқ, бірақ олар қазірдің өзінде иелеріне көп қиындық тудыруда. Бұл жолдар өте жақсы емес күнде пайда болған кезде, олар қоғамның бағытын өзгертіп, нағыз хаосқа келді. Сызықтар саны азайып. Бұл сызықтарды жою мүмкін болмағандықтан тараптардың бірі қайтыс болғаннан басқа адамдар беттерін жасыру үшін маска киеді, суретке түсіру, селфиден аулақ болу. Келеңсіздіктерге жол бермеу үшін қоғам қайраткерлерінің басының төбесін өңдеңіз. Жеке тұлға жария болған кезде бедел институттары құлдырады. Адамдар арасындағы сенім жоғалады. Бұл сөзсіз қоғамның құлдырауына әкеледі. Шындықтың түбіне жету миссиясын әділдікке құмар қыңыр детектив және конформист емес Хан Джи-вук алады. Өзінің байқампаздығы мен тәжірибесінің арқасында әдемі кейіпкер кәдімгі корейлердің назарынан тыс қалған нәрсені көреді. Бір кездері оның орта мектебінің мұғалімі бір түрлі және ыңғайсыз Гю Джи мен сол мектептің студенті, кумир тәлімгері Ю Джи-на тергеуге қатысады. Туғаннан бері қызыл сызықтарды көре алатын Хён Хеуп есімді тағы бір оқушы қыз мен оған ғашық болған сыныптасы Джун Сон ғасыр жұмбағын шешуде маңызды рөл атқарады. Жоба әлі аяқталған жоқ. Жарияланым кезінде біз әлі жұмада 25 шілдеде шығатын соңғы 6-шы эпизодты күтуіміз керек. Жанкүйерлер қазірдің өзінде аяқталуы туралы болжап жатыр. Ал фанаттар қауымдастығы сериалдың қалай аяқталуы мүмкін екенін қызу талқылап жатыр.